Жастарға жайлы жағдай жасау болашаққа салынған инвестиция. Міндетті түрде жемісін береді. Мысалы, елордадағы жас ғалымдар жарамсыз жатқан жерлерді жайылымға айналдырудың сырын ашты. Әрі ел аумағын онлайн бақылап, топырақ құнарлылығы туралы жедел ақпарат берудің жолын тапты. Балық өндірісін өркендетуде де тың жаңалықтар бар. Жасампаз жастардың жобаларымен әріптесім Гүлмайра Қуатбайқызы танысып қайтқан еді. Сюжетке назар аударайық. Алдағы уақытта егіннің қанша пайызы жиналып, қаншасы қар астында қалғанын шаруа қожалығының басшысынан бұрын әкімшілік білетін болады. Жас ғалымдар тың жаңалық ойлап тапты. Ұшқышсыз аппараттар арқылы жедел түрде жер телімін бақылап, картограммасын жасайды. Бұған агрохимиялық және спектрлік сараптаманы қосыңыз. Екі мәлімет бар, бір фермер берген мәлімет бар акиматорға, біз берген ол бізде онлайн дейді ғой. Анықтап біз айта аламыз, қашан не істелінген космостан қарап. Мына жерде біз көріп жатырмыз, мына жерде біз жерде бірін істелген, мына жерде істелмеген дегенді. Осы бүкіл мәліметті әр күнге біз мәліметті беріп, оның айырмашылығы біз берген мәлімет бойынша, фермерлер берген мәлімет бойынша ол 10%-ға жетеді. Жоба өткен жылы Қостанай, Ақтөбе, Ақмола облыстарында тәжірибеден өткізілген. Зерттеу нәтижесінде осы өңірлердегі жердің 10% пайдаға аспай жатқандығы анықталды. Ақпараттың дәлдігі 95% дейді география ғылымдарының магистрі Шолпан Уәлиева. Ал Қазақ агротехникалық университетінің аға оқытушысы Әділбек Ноғаев құнарлылығын жоғалтқан жайылымдарды қайта қалпына келтірудің әдісін ұсынып отыр. Бұршақ және астық тұқымдасы жоқ қоспаларын жайылымдар мен шабындықтарға тікелей себу арқылы жасап отырмыз. Мысалы, бұрынғы тәсілдерде оны біз өңдеп, содан кейін біз себетінбізді. Зерттеу басталмай тұрып, ол жерлердің өнімділігі бізде, яғни құлдыраған болғандықтан, тапталған болғандықтан, олар 3-4 центнерден аспайтынды. Қазіргі кезде 15 центнерге дейін жоғарылады. Ғылыми зерттеудің негізгі мақсаты мал азығын арттыру. Бүгінде ел аумағында 188 миллион гектар жайылым бар. Оның 27 миллион гектары жарамсыз жатыр. Алайда олардың барлығын пайдаға асыруға болады дейді маман. Оттегі мөлшері жергілікті 5 мг литр деп айтуға болады. Ол біздің балықтарға жақсы әсер етеді дегеніміз. Ал жас профессор Гүлжан Әубәкірова балық шаруашылығын дамытуды қолға алған. Содан гидрохимиялық тәртібін, балықтардың азықтық қорын және ихтиофаунаны зерттейді. Қазіргі кезде бізде бұл орталық Қазақстан бойында бізде бекіре тұқымдастар балықтар өсіріліп жатыр. Біздің жаңағы аймаққа бұл өсірілмейтін балықтар деп айтуға болады. Болашақта бұлардан тұқым алу деген жұмыстар, сондай бір жұмыстарымыз жобадан. Бекірені қолдан өсіру Атырау, Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарында қолға алынған. Әдетте өзен көлдердегі оттегі қыс мезгілінде 3, жазда 10 мг болу шарт. Ал қолдан жасалған тоғандарда оттегі мөлшері жыл 12 ай бір қалыпта. Бұл балықтың өсіп жетілуіне ықпал ететін негізгі факторлардың бірі. Мына бекіре балығы осыдан 6 жыл бұрын Алматыдан алып келінген. Бастапқыдағы салмағы 30 грамм болатын, ал қазір 10 килодан асып түспесе кем түспейді. Табиғи өзен көлдерде осынша уақыттың ішінде мұндай салмақ жинау мүмкін емес. Ғалымдар зертханада арнайы күтіп баптап күніне 3 мәрте тамақтандырады. Елімізде жылына шамамен 3000 тонна балық қолдан өсірілсе, 40 000 тоннасы өзен көлдерден ауланады. Алайда бұл ішкі нарықта толықтай қамтамасыз етуге жеткіліксіз. Жасампаз ғалым балық өндірісін дамыту үшін алдағы уақытта солтүстіктегі өзен көлдерді суыққа төзімді гибридтермен толықтыру жобасын жүзеге асырмақшы. Жалпы жастардың тыңға түрен салған инновациялық бастамалары ғылымға негізделген экономиканың өрісін кеңейтіп, ауыл шаруашылығын өркендетуге сеп болмақ. Гүлмайра Қуатбайқызы, Мейрамбек Ақмаханов, қорытынды жаңалықтар.